Сәлем достар, бүгінгі видеода еттің қамырын дайындау тәсілімен бөлісетін боламын. Дайындау үшін жоғарғы сорт ұн 7 кг, тауық жұмыртқасы 10 дана, сұйық май 2 ас қасық, тұз 3 ас қасық, су 1,5 литр. Суымызды құйып алып, жұмыртқамызды жарып, тұз, сұйық майымызды барлығын араластырып, бір келкі масса жасап аламыз. Достар, егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достар, бүгінгі біз 10 жұмыртқамен қамыр бастырайын деп отырмыз. Себебі құран жасалып жатыр. Осы құранға арналған қамыр бастырамыз. Әрине 6 кг жоғарғы сорт ұнымызды електен өткізіп алып, қатты етіп қамыр бастыратын боламыз. Достар, қамыр бастырғанда сіздер өздеріңізге керекті мөлшерде бастырыңыздар. Бір зуала қамыр қажет болатын болса, бір жұмыртқа ғана қолданасыздар. Қамыр бастырғанда тұзы аздап тіктеу болғаны дұрыс. Қамырды қатты етіп бірденен илеп алыңыздар. Ұнның тығыздығына назар аударыңыздар. Қамырымызды екі қолымыздың көмегімен жақсылап илеп демалдырып, 1 сағат демалдырған соң, қайтадан бастырып аламыз. Осылай демалған, тыңған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Менің осы бастырған қамырымнан 12 бөлік қамыр шықты. Демек, 12 бөлік қамырымызды осылай видеода көрініп тұрғандай зуалалап алып, лиске ұнды сеуіп, қамырымызды орналастырып, салқын жерге қойып қоямыз. Әрине, қалған қамырларымызды жайып аламыз. Қолдарымыздың көмегімен, оқтаумен ұнды себе отырып, қамырымызды дөңгелете жайып аламыз. Әрине, қамырды жаю барысында оқтауға ешқандай күш салмайсыздар. Мен мүмкіндігінше видеода қамырды қалай тегіс жайылу жолымен бөлістім. Бүгінгі біздің дайындаған қамырымыз 14 немесе 16 астау тағам дайын болады. Достар, барлық қамырларымызды бір келкі етіп жайып шығамыз. Және мысалға бізде 12 зуала деп айтып өттік. Демек, үлкен қазанға, қайнап тұрған сорпаға 2 бөліп салып алатын болғандықтан, қамырымызды жұқалап жаямыз. Және оқтаудың көмегімен орап алған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, ыдыстарымызға орналастырамыз. Қамырымызды қайнап тұрған сорпаға тұзын, суын толықтырып пісіріп аламыз. Достар, сіздерге бүгінгі біздің қонақтарға дайындаған тағамымыздан үзіндімен бөлістім. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ас болсын. Достар, дәмі тіл үйретін біздің тағамымыз дайын. Пісіп шыққан қамырларымызды астауға сүзіп алып, тұздық құйып, ет салып, дастарханға тартамыз. Ас болсын. Бүгінгі құраннан сіздерге үзінді көрсеттім. Құран қабыл болсын.